Мысалы бір чекті жіберейін мысалға. Мынаңды таңдаймын. Отправить чека. Аны былай түсіресіздер. Добавить еще один часть дейсіздер. Екіншісін түсіресіздер міне. Екінші бетінде мысалға. Готово. Екі чек сіздерге жарты бетімен былай түседі. Жарты бетімен соңғы беті түседі. Сосын сіздерге чек сияды. Сіздің датасын жазасыздар. 14.33. Итого 230. Отправить. Мен қазір отправить етпей қойын, себебі мен чегім лимиті бітіп қалған. Осылай қысқасы. Кейін міне тағы мынандай бір не бар. Напитка жібересіздер ғой мысалға. Мысалға энергетикалық напитка мына жерде флеш бар. Соны жібергілеріңіз кеп тұр. Плюс на все бренды деп тұр. Осы екеуін таңдап жібересіздер. И сіздерге 370 теңгелік тұратын флеш деген энергетикалық напиткадан бөлек тағы да ақша қосылады. То есть сол баға. Мысалға 370 теңгеден 70 теңге түсті, плюс тағы 70 теңге түседі. Сонда сіздерге 140 теңге түседі. Түсіндіре алдым ба? Сондай. Жаңа көрсетіп кеттім ғой мен. Кейін бұларды жинап коммуналка төлесеңіздер болады. На 19 апрельде кешкі түстен кейін ауысатын алар. Содан бақылап жүрсеңіздер болады. Чек ауысып тұрады.